Ауыл. Ауыл жақсы ғой. Ауылға бару керек еді, дейміз. Бірақ сол ауылға себепсіз барып тұратын, ел-жұрттың амандығын біліп тұратын жандар сирек сияқты. Осы демалыста қол тимейді, келесіде барармыз. Келесіде ештеңе етпес, келесіде барармыз. Сонымен өмір шіркіндеп өте береді екен. Оған бүгін тағы да көзім жетті. Бүгін сенбі. Ауылға барып келмекші болып, өзім өз болғалы, бала шағасыз сәске түс кезінде базар басынан жолаушыларды жинайтын автобусқа келіп отырдым. Ауыл адамдары танысаң, танымасаң да ыстық қой, амандасып жатыр. Әжептәуір көңілім көтеріліп қалды. Ал жүреміз дегенде есіктен 12-13 шамасында қыз бала енді де жан-жағына жасқаншақтана қарап, менің қасымдағы бос орындыққа жайғасты. Түрі таныс сияқты. Ұяң бала екені көрініп-ақ тұр. Жүзінен қуаныш табы байқалмайды, терең ойда отыр. Bir түрлі аяп кеттім. Жөн сұрасайын десем, ыңғайсыздандым. Көлігіміз тегіс жолға түскен соң кішкене қыз сумкасынан қалың сурет дәптері мен 5-6 қарындашты алдына шығарып қойып, сурет сала бастады. Ойланып отыр. Анда-санда ғана қарындаш ұшы дәптерге тиеді. Көз қырыммен қарап отырмын. Жүзі таныс. Қызым, сурет салғанды ұнатасың ба? Өнерің үстем болсын. Ол бетіме бір қарап отыра берді. Мен де сурет салғанды жақсы көремін. Дәптеріңді бере тұрасың ба, кішкене? Қолтаңба қалдырайын. Ол дәптерін қолыма ұстатты. Шынымен әжептәуір суреттер салынған. Ренжіп қалар деп басқа беттерін ашпадым да, сол ашық тұрған бетіне күннің, бақытты балалық шақтың бір белгілерін салып, өзің бояп аларсың деп дәптерін өзіне бердім. Қолына алды да, аға, мен мұндай суретті 3 жылдан бері салмағанмын, салғым да келмейді, деді. Әбіршіп қалдым. Ренжіме, ағаң сені өкпелеткісі келген жоқ. Онда дәптеріңнен 1-2 суретіңді көрейінші, бере тұршы. Алыңыз. Алдым да дәптердің 1-ші бетін аштым. Дариғаның суреті. Көзімді алар емеспін. Мынау менің кластасым, сүйікті Дариғашым. Даусым шығып кетті. Дариғаш? Сол бұрынғы шашы беліне түскен, күлімсіреп тұратын, тартымды, ұяң да сүйкімді қыз. Дариға сенің анаң ба? Иә, ол менің кластасым. Оны көрмегелі де көп болды. Жалма-жан дәптердің 2-ші бетін аштым. Дариғаның суретін көшіріп басқанда, айналасына анасын арнап, балалық жүрекпен өрнекті сөздер жазған. Бұл менің анам. Ана, сен мәңгі бізбен біргесің. Сені сағындым, жан анам. Сен әлемдегі ең жақсы адамсың. Тағы басқа. Жүрегім езіліп кеткендей. Ол өзім жақсы көрген, алғашқы сезімімді білдірген, ең аяулы кластасым еді. 10 жылдықты бітірген соң ауылда қалған. Көп замай тұрмысқа шығып кетіпті деп естідім. Қатты ренжідім. Содан көріспей кеткенбіз. Сағыныш па, өкініш пе, бір сезім бойымды кернеп барады. Сенің атың кім? Сәнім. Атың әдемі екен. Анаң қайда жұмыс істейді? Ол жұмыс істей алмайды ғой. Ол көлік апатынан қайтыс болған. Не дейсің? Қашан? Осыдан 3 жыл бұрын. Жаңағы сағындым дегені сол болғаныма қалайша? Не дейсің? Тез бұрылып кетіп, терезеге қарадым. Көз алдымда Дариға. Мектеп өмірі, жақсы көру, қыздарға өзімізше қырындау, сөз салу, қызғану дегендей оқиғалар. Қайран балалық шақ. Автобус ауылға қарай бет алды. Ішім алай-дүлей. Алға жүрер аяғым артқа тартатындай, үйге де жете алар емеспін. Ауыл шетіндегі қорымның тұсынан түсіп қалдым.
Дариғаштың басына барып бұға бағыштайын. Аяулы қызды Алла панасына алғай деп күбірлеп келемін. Есіме кішкене қыздың мұңды жанары түсе кетіп, оған неге бір ауыз сөз айтпадым деп ойладым. Қорымға келдім. Ауылдың қорымы дегенмен де бір қалашықтай боп түзіліп қапты. Қаншама аяулылар бұл өмірге жылап келіп, жылап кетпей жатыр десеңізші. Марқұмдардың баршасына бір Құран бағыштап, Дариғаның мәңгілік үйін іздей бастадым. Кенет алдымда жаңағы кішкене қыз көрінді. Үнсіз мені анасының басына апарды. Сол баяғы өзім ұнатқан Дариға. Қызына білдірмей, тас мүсінді бір сипап, өмір деген кездесумен қоштасу ғой деп, бір күрсініп, алға жылжыдық. Қорымнан шығып келеміз. Жан-жағымда ылғи таныс адамдардың жансыз бейнесі. Көбіне дұға жасамаған екенмін. Бұрында кішкентай кезімізде ата-анамызға еріп қорымға келгенде күбірлеп, көрінгендердің бәріне желеп-жебеп жатарсың деп дұға жасап жүріп болмайтын еді. Енді сол кезек бізге де келген екен. Дүние кезек деген сода. Қорымнан шығып, иығымнан бір ауыр жүк түскендей ауылға беттедік. Дариғаның қызымен қоштасып, басына бақ тіледім. Аға, аман жүріңіз, деп ол үйіне қарай кетті. Баяу ғана жүріп барады. Тағы да анасын ойлап барады-ау, жүрегі нәзік қыз бала, деп біраз орнымда тұрып қалыппын. Имандылық, азаматтық парыздың жолы әрқашанда биік болсын, ағайын.